Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердина Шынардың арнасындасыздар. Бүгінгі видеода кезекті деталімізді сызатын боламыз. Ол үшін бізге А3 парағы керек болады. А3 парағымыздың ені 29-да 7. Сонымен дәл видеодағыдай осылай бұрыштап қоямыз да артық жерін қиып тастаймыз. Сонда бізде тең 4 бұрыш шығады. Сонымен әдемілеп бір тексеріп өлшеп аламыз. Енді осы қағазымызды ортасынан бір бүктейміз де, енді осы үш бұрышты тағы бір бүктеп, ортасын центрін табамыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай ортасын белгілеп аламыз да, 6 бұрышты тең жасауымыз үшін, сол жағын оң жаққа, оң жағын сол жаққа қарай қайырып, осы үш бұрыштың үшке бүктегендегісі үшеуі тең болу керек. Осы ең бірінші 6 бұрышымызды қиып аламыз. Ол үшін үшке бүктеген жеріміздің қиылысқан жерлерін нүктелермен белгілеп алып, сызғышпен бір өлшеп аламыз. Міне түйіскен жері 15-те 5, 15-те 5. Енді осы жерлерді белгілеп аламыз да, екі нүктені қосқанда, ол да 15-те 5 болу керек. Мінекей, міне екеуін қосамыз. Енді міне өлшесек 15-те 5 бірдей болады. Енді осыны әдемілеп қиып аламыз. Осы қиған үлгіден бізде 6 бұрыш, тең 6 бұрыш шығады. Дайын болған 6 бұрышымыздың центрін тауып алып, сол жақ бұрышқа қарай бір сызық сызамыз, және оң жақ бұрышқа қарай тағы бір сызық сызып, тең ромб алатын боламыз. Енді осыдан төмен қарай тағы бір сызық. Сонда бұл тең 3 ромбтың қосындысы екен. Енді осы екі төменгі ромбты тең ортасынан осылай бөлеміз. Жоғарғы ромбтың жоғарғы бөлігі керек болады, төменгісін қиып алып тастайтын боламыз қазір. Енді жоғарыдағы ромбты ортасынан тесік болып тұрған сияқты көрініс жасау үшін тура осы ромбтың екі жақ шетінен 3,5 сантиметрден нүкте қойып белгілеп аламыз. Соң осы ромбқа параллельді сызықтар жүргізе отырып, мінекей, жүргізген кезде де екі жақ шетінен 3,5 сантиметрден қалдыра отырып сызамыз. Мінекей, біреуін сызып алдық, енді екіншісі оң жағынан 3,5 сантиметр қалдыра отырып, жаңағы бірінші нүкте мен екінші нүктемізді қосамыз. Енді осы пайда болған сызықтарымызды өзара қосып шығамыз. Мінекей, жаңағы негізгі ромбқа ішінде тура сондай кішкентай ромб. Мінекей, сонымен негізгі фигурамыз дайын болды. Қазір осыны қию арқылы керекті детальдарымызды бөлшекке бөліп жасайтын боламыз. Міне, мына жерін біз артық жерін қиып алып тастаймыз. Сонымен достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, комментарийда жылы лебіздеріңізді білдіріп, мені шабыттандыра отырыңыздар. Алдағы уақытта әлі талай жаңа туындылармен бөлісетін боламын. Оларды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Мінекей, сонымен біздің негізгі фигурамыз дайын болды. Тең ортасынан қақ жарамызда осы дайын болған фигурамызды нөмірлеп қоямыз. Міне, видеода көріп отырғандарыңыздай қиятын жерлерін ручкамен сызып қойдым. Мінекей, детальдарын нөмірлеп қоямын. Осының қазір жарты жағын алып, толығымен қиып, детальдарды жасайтын боламыз.
Сонымен достар, міне бар детальдерді қиып алдық. Біріктіріп қарасаңыздар, деталіміздің тең ортасынан бөлгендегі сол жақ беті оң жағына мінекей осылай қоятын боламыз. Бұл бізде жұмысшы детальдар болғандықтан екінші нумерация қойып шығамын. Осы қатар тұрған күйінде. Кейін қатты қағазға, картон қағазға жапсырып алып қиятын боламыз. Осы детальдерді жұмыс барысында көп қолданғандықтан осындай қатты қағазға жапсырып қатайтып алғандарыңыз өте ыңғайлы болады. Мен көбінесе осы аяқ киім коробкаларын қолданамын. Біздің керекті детальдеріміз толығымен дайын болды. Достар, дәл осы детальдерді матаға қалдықсыз қалай пішу керегін келесі видеода көрсететін боламын. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.